Баршаңызға сәлем достар, сіздермен бірге Майра Сатбекқызы. Бүгінгі видеода өте дәмді болып шығатын банан пай пісіретін боламыз. Өте дәмді, сондай. Міндетті түрде видеоның соңына дейін қарап, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар достар. Бізге керекті заттар: сары май ерітілген, және мына жақта бізде разрыхитель, сахарная пудра, 2 жұмыртқаның сарысы және ұн қажет болады. Ең бірінші сары майымызды ертіп аламыз, және мынау сухой сместерді, яғни разрыхительді біздің жаңа ұнымызға қосатын боламыз. Ұнымызға қосып араластырып қойып қоямыз. Енді сары майымыздың үстіне сахарный пудраны саламыз. Және де 2 жұмыртқаның сарысын қосамыз. Араластырамыз. Үстіне ұнымызды салып, жақсылап қамыр илейтін боламыз. Песочный тесто болатын болады. Өте әдемі, сондай. Осылай аз-аздан сала отырып, тестамызды араластыратын боламыз. Бізде осындай песочный тесто шығу керек. Енді біздің 22 диаметрде пісіретін боламыз. Дайындап аламыз қазір. Бұл бізде 22 диаметрде протеин дайындап алдық. Астына пергамент қағаз міндетті түрде төсеңіздер. Және де біздің песочный тестамызды осы барлығына жайып шығатын боламыз. Яғни жан-жағына барлығына жететіндей етіп қолымызбен жайып шығамыз. Ешқандай да холодильникке мұздатып алудың қажеті жоқ. Бірден осы песочный тестамызды жаюға кірісе береміз. Мінекей достар, барлығын осылай төсеп шықтық. Жан-жанына барлығына жеткізіп, енді астын осылай вилкамызбен тесіп, пешімізге пісіріп алатын боламыз. Яғни біз қазір салмасын, оны піскеннен кейін, осы тестамыз піскеннен кейін салатын боламыз. Ал енді достар, салмасын дайындайтын боламыз. Бізге сливки қажет болады. Қазір сливкиді миксерлейтін боламыз, крем жасайтын боламыз. Мінекей достар, біздің тестамыз пісті. Мінекей кремімізді миксерлеп дайындап алдық. Осылай. Және де мына жақта буренка бар. Және де мінекей бананымызды, 2 бананды осылай турап дайындап алдық. Енді осы дайын болған тестамыздың үстіне біздің буренкамызды, яғни сгущенкамызды қосатын боламыз. Мінекей достар, осылай барлығын жайып алдық. Енді үстіне бананымызды бір-біртіндеп орналастырып шығатын боламыз. Осылай барлығын салып алдық. Енді үстіне біздің кремімізді, дайын болған кремімізді орналастыратын боламыз. Егер де сіздерде мынандай насадка болмаса, тек қана басын кесіп, топ-томалақ етіп орналастыра бересіздер кремді. Мен әсемдік үшін осылай насадка салдым. Мінекей достар, біздің банан пайымыз дайын болды. Өте дәмді, сондай қазір кесіп көрсететін болам. Мінекей. Сондай керемет пирогтардың бірі. Сондай өте дәмді болып шыққан. Мінекей қараңыздар. Слойының өзі. Дәмі де сөзсіз керемет.
Неке достар, біз қазір банофик пайдың дәмін көретін боламыз. Прямо ауызда ериді ғой. Керемет. Неке. Міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Сөзсіз керемет болып шығатын болады.